Баршаларыңызға сәлем. Бүгін менімен бірге ең керемет дәмді орешкиларды жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай және де балаларыңызға бірден ұнайтыны сөзсіз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Осындай әдемі күшті болып шығады. Ал баршаларыңызға сәттілік, бірге жасайық. Керекті заттарды описанияға қалдырып кетем. Ол үшін бізге ыдыс қажет, қант, жұмыртқа, ерітілген май, тұз, сода және 9% уксус, електен өткізілген ұн қажет. Сгущенка қажет. Ал енді бастаймыз, қыздар. Ыдысымызға бірінші қантымызды салып аламыз. Қантымызды салып, үстінен жұмыртқамызды саламыз. Осылай венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз бен жұмыртқамыз жақсылап еру керек. Үстінен чым-чым тұзымызды саламыз. Сосын тағы да жақсылап кішкене араластырамыз. Жан-жағындағысын бәрін ортасына жақсылап үйіп араластырамыз. Үстінен ерітілген майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз жақсы еру керек. Енді 9%-лық уксусымызды бір қасық құйып, содамызға көпіртіп аламыз. Осылай көпірет, қыздар. Реакция пайда болады. Уксусымыздың аузын жауып қойамыз. Осылай тұнады. Кішкене араластырып тұндырып аламыз. Сосын құямыз ыдысымызға. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып отырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды бөліп-бөліп салып араластыратын боламыз. Қыздар, бөліп-бөліп ұнды саламыз, сол кезде түйіршік болмай жақсы нандарыңыз иленіп шығатын болады. Енді қалған ұнымызды саламыз. 3-ке бөліп салдым мен. Қыздар, сіздер өздеріңіз қалау бойынша өздеріңіз бөліп салсаңыздар болады. Міне осылай жұмсақ қамыр болып шығады. Қолға жабыспайтын осындай нан болып шығу керек. Қолдарыңызға ешқандай жабыспайды. Ал енді бәрін бөліп-бөліп пісіретін табамызға дайындаймыз. Осылай домалақтап аламыз. Сіздер өздеріңіздің ыдыстарыңыздың көлеміне бөліп алсаңыздар болады. Мен басында 12-ден есептеп алғам. Кішкене дәурек боқалды, содан кейін 10-нан істедім. Жан-жағындағының бәрін кесіп-кесіп алып, қалған сгущенкаға муравейник жасасаңыздар өте дәмді болады. Осылай бөліп-бөліп ортасына табамызды жақсылап қыздырып аламыз да. Осылай жақсылап салатын боламыз. Өте керемет орешкилар шығады. Баршаларыңызға, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тағы да жақсы рецепттер шығады. Сау болыңыздар. Ас болсын.